Естімеген елде көп дегендей, осы видеоны Инстаграмнан көріп, мен прям таң қалдым. Кеттік бірге талқылайық. Жаңа видеоңызды көріп таң қалып жатырмын. Сіз өз қонақтарыңыз үшін бүтін бір қабатты, қолданған екенсіз. Дана ханым, сонда сіздің пәтеріңізге сыймады ма ол қонақтар соншалықты көп пе? Бәрібір де енді бір бөлмелі үй алсаң да, 5 бөлмелі үй алсаң да, туысқандар бәрібір де қуанышыңа келгісі келіп тұрады, келіп құтты болсын айтқысы келіп тұрады. Сосын әрбір бөлек келе бергеннен кейін барлығын бір шақырайық дедік та, бір бөлмеге енді. Негізі маған да үй сатып алуға келген адамдар көбінесе былай, бірінші сұрақтары: мен мына жердің қай жерге қонақ күтемін дейді. Яғни мен оларды түсініп тұрмын. Үй деген адамның өміріндегі бір шешуші жаңағы рөл атқаратын жерді. Оны қуанышын деймін, оны басқалармен бөліскісі келеді. Яғни туған туыстарын барлығын шақырып, енді осындай дәрежеге жеттім деп көрсеткісі келеді. Бірақ енді көбінесе қазіргі біздің үйлеріміз ондай қонақ күтетін үйлерге айналмаған. Біз оларды бөліп, одан да жатын бөлмелерін жасаймыз. Сондықтан мен айтам оларға: сен мына жерге фуршет жаса, мына бұрышқа, және келген қонақтардың бәрін үйді көрсет. Осы үйдің астында кафе бар, ресторан бар. Сол жерге барып жақсылап тұрып, өзіңнің қоныс тойын жаса деймін. Сол кезде ғана олар қуанып кетеді. Рахмет сізге решение тауып бергеніңіз деп, және айналып келіп сол үйлерді сатып алады. Сіздер не ойлайсыздар?